Ассалаумағалейкум. 2025 жыл 21 ғасырдағы ең маңызды жыл деп айтуға болады. Биыл адамзат тарихын түбегейлі өзгертетін біраз маңызды оқиғалар болды. Солардың біреуі 31 тамызда және 1 қыркүйекте Қытайда өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті және оның артынан 3 қыркүйекте болған жеңіс парады. Бұл оқиғалардың маңызы қандай? Бұл адамзат дамуының, адамзат тарихының жаңа бір кезеңінің бастамасы. Егер осыған дейін біз монополярлық әлемде өмір сүрсек, және ол монополярлық әлем ақш гегемониясына негізделген болды. Енді қазір жаңа кезең басталды. Ол мультиполярлық кезең. Енді ақшқа балама жаңа күш пайда болды. Ол Қытай. Осыған дейін 30 жылдан астам уақыт бойы ақш бүкіл әлемді өзіне бағындырып, бүкіл әлемге ықпал етті, бүкіл әлемге өз саясатын жүргізді. Шамамен 20 ғасырдың ортасынан бері ол ең мықты мемлекетке айналды. Экономикалық тұрғыдан да, әскери тұрғыдан да, интеллектуалдық тұрғыдан да. Бірақ ол кезде оның бәсекелесі болды, ол Кеңес одағы. Сөйтіп ақш пен Кеңес одағы екеуі келісіп әлемді екіге бөлді де, екі жақтан әрқайсысы өздеріне тиесілі жерлерді бағындырып, бағынбаған елдерге әскер кіргізіп, соғыс ашып, сөйтіп әлемді екіге бөліп алды да, екі жақтан басқарып отырды. Содан кейін шамамен 1970-80 жылдары Кеңес одағы әлсіреген кезде ақш өзінің ықпалын бүкіл әлемге кеңейте бастады. Жаңа соғыстар бастады. Таяу шығыста Иракқа 2 рет әскер кіргізді, Ауғанстанға әскер кіргізді, басқа да елдерге неше түрлі соғыс, төңкеріс, революция ұйымдастырып, өзінің ықпалын кеңейту үшін осындай қадамдарға барды. Сөйтіп, соңғы 30-40 жылда ақш әлемдегі жалғыз гегемонға айналды. Ешкім оған қарсы шыға алмады. Бірақ қазір жағдай түбегейлі өзгерді. Енді ақш өз гегемониясынан айырылды. Ал енді ақш бүкіл әлемді өзіне қалай бағындырды? Сол туралы айтсақ, ол бірнеше негізгі құрал қолданды. Оның ішінде ақша бар, оның ішінде табиғи ресурстар, сауда-саттық, яғни логистикалық жолдар, оның ішінде әскери күш бар, оның ішінде ақпарат бар және интеллектуалдық потенциал бар. Осындай құралдарды пайдаланып ақш бүкіл әлемді өзіне бағындырды. Мысалы, бүкіл әлемде сауда-саттық тек доллар арқылы ғана жүзеге асты. Өйткені ақш орталық банкі долларды шексіз мөлшерде принтерден шығарып, оны бүкіл әлемге таратып, басқа елдерге қарыз беріп, ол елдердің бәрін долларға тәуелді етіп қойды. Және мұнда халықаралық валюта қоры, әлемдік банк сияқты ұйымдар да басқа елдерге кредит беріп, қарыз беріп, сол елдерді долларға тәуелді етіп қойды. Бірақ қазір жағдай өзгерді. Өйткені Қытай сол саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымының дамыту банкін құруды ұсынды. Енді халықаралық валюта қоры, әлемдік банк сияқты ұйымдарға бәсеке ұйым пайда болды. Және Қытайға одақтас елдер енді өзара сауда-саттықты доллар арқылы емес, өз валютасында жүргізе алады. Ол дегеніміз енді доллардың ықпалы азаяды деген сөз. Келесі маңызды құрал ол сауда-саттық және табиғи ресурстар. Әлемдегі ең табиғи ресурстарға бай елдер ол негізінен Қытайға одақтас елдер. Оның ішінде бірінші орында Ресей, оның ішінде Венесуэла бар, әлемдегі мұнай бойынша бірінші орында тұрған Бразилия бар, басқа да сондай елдер бар. Табиғи ресурстар ол тағы да бір билікке қол жеткізудің үлкен бір құралы. Соның кесірінен ақш 20 ғасырдың соңында, 21 ғасырдың басында біраз елдерге соғыс ашып, ең маңызды мұнай қорларын өзіне иемденіп алды. Енді жағдай өзгерді. Қазір әлемдегі ең мұнайға бай елдер, соның ішінде Венесуэла бар. Ол қазір ақшқа бағынбай отыр. Соның кесірінен қазір Дональд Трамп Венесуэланы өзіне бағындырғысы келіп отыр. Неше түрлі сылтаулар айтып, ол жақта наркотрафик бар, ол жерде қылмыстық топтар бар, сондықтан оларды тоқтату керек деп Венесуэлаға тиісіп отыр. Оның мақсаты сол мұнайды өз қолына алу. Одан басқа Иран бар, Африка елдері бар. Қазір Африка елдері өздерінің бұрынғы жаулап алған Еуропа елдерінен тәуелсіздігі алып, қазір олар Қытай мен Ресейге одақтас болып отыр. Одан басқа тағы да сирек минералдар бар. Қазір әлемдегі ең маңызды табиғи ресурстар ол сирек минералдар. Олар электроника үшін өте қажет нәрсе. Сирек минералдардың ең үлкен мөлшері қазір Қытайда. Қытай бұл жағынан ақштан озып кетті. Сондықтан олардың қазір электроникасы өте қарқынды дамып жатыр. Және сол ресурстарды тасымалдайтын сауда жолдары, әлемдегі ең үлкен сауда жолдары ол теңіз жолдары. Ал теңіз жолдарын бәрін ақш пен Британия басқарып отыр. Енді Қытай сол жолды айналып өтіп, құрлық арқылы жаңа жібек жолын құруды жоспарлап отыр. Егер олар осыған қол жеткізсе, бұл тағы да бір үлкен өзгеріс болады. Тағы да бір маңызды құрал ол ақпарат. Әлемдегі ең ықпалды ақпарат құралдары ол негізінен батыс елдерінің ақштың меншігіндегі ақпарат агенттіктері және одан басқа интернеттегі ресурстар Google, Wikipedia, Amazon, тағы да сондай әлеуметтік желілер бар. Солардың бәрі негізінен ақштан шыққан өнімдер және ең ірі IT компаниялар Google, Microsoft, Intel деген сияқты олардың бәрі ақшта орналасқан. Сондықтан олар ақпаратты қалай шығаруды, қалай таратуды, қалай шектеуді өздері бәрін басқарып отыр. Адамзаттың санасын олар сол арқылы басқарып отыр. Қазір Қытай TikTok әлеуметтік желісі арқылы бүкіл әлемге ықпал етіп,
қарсы бір балама жүйе ойлап шығарды. Өйткені TikTokта, Google'дағыдай, Facebook'тағыдай цензура жоқ. Сондықтан ақш, батыс елдері TikTokқа шектеу қойын деп жатыр, немесе TikTokты өздеріне иемденгісі келіп жатыр. Сол үшін қазір Қытай мен ақш арасында TikTok үшін тартыс жүріп жатыр. Одан басқа Қытай қазір жасанды интеллектті дамытып жатыр, өте қарқынды дамытып жатыр. Сондықтан бұл қазір жаңа бір балама ақпараттық орта қалыптастыратын бір жүйе болады. Ол дегеніміз енді батыс әлемнің, соның ішіндегі ақштың әлемге ықпалы азая бастайды деген сөз. Тағы да бір ең маңызды құралдардың бірі ол әскери күш. Осыған дейін ақш әлемдегі ең мықты мемлекет болса, және ақш құрған НАТО одағы әлемде ең мықты одақ болды. Ешкім оларға қарсы шыға алмады. НАТО қалған елге, соғыс ашып қалған елге әскер кіргізіп, ол жердің ойран шығарып, ойына келген істеді, бірақ ешкім оларға қарсылық білдіре алмады. Ал 3 қыркүйекте Қытай өзінің екінші ең мықты держава екенін бүкіл әлемге паш етті. Олар өте кең ауқымды үлкен парад өткізді. Ол парадта ең заманауи қару-жарақ түрлерін көрсетті. Оның ішінде дрондар бар, гипердыбыстық зымырандар бар, оның ішінде лазерлік қару бар. Ондай қару тіпті қазір ақштың өзінде де жоқ. Сол арқылы олар енді бізбен санасасыңдар, енді біз керек болса біз де күш көрсете аламыз деген сияқты сыңай танытты. Енді ақшқа тарт қолыңды деп айтатын жаңа күш пайда болды. Осының бәрі бір жақсы өзгерістің бастамасы. Әрине Қытай және оған одақтас елдер, олар періштелер емес. Оның ішінде Ресей бар, Иран бар, Солтүстік Корея бар. Бірақ дегенмен қайткенде де бұл жақсы өзгеріс. Өйткені егер әлемде бір мемлекет гегемон болса, бүкіл әлемді басқарып отырса, ол мемлекет ойына келген істей алады. Ешкім оны тоқтата алмайды, ешкім оған қарсы шыға алмайды. Ал мемлекет бұл жерде жай ғана құрал. Шын мәнінде оның бәрін ұйымдастырып отырған ол мемлекеттің үстінде отырған глобалистік элиталар. Олар ақшты өздерінің ықпалын жүргізетін негізгі құрал ретінде пайдаланды. Бұл жерде олардың мақсаты бүкіл әлемді өздеріне бағындырып, адамзатты құлдықта ұстау. Ал енді Қытай осыған бір қарсы шыға алатын, қарсылық білдіре алатын, сол процесті тоқтата алатын бір жаңа күш. Бұл өте жақсы, дұрыс өзгеріс. Ондай өзгеріс болу керек. Егер ақш солай ары қарай өзінің гегемониясын күшейте берсе, онда бүкіл адамзат қазір құлдықта болар еді. Өйткені цифрлық диктатура орнайтын еді, медициналық диктатура, басқа да сондай маңызды салаларда глобалистік элиталар адамзатты өздеріне бағындырып, бүкіл адамзатты тырп еткізбей құлдықта ұстап отыратын еді. Енді Қытай олардың осы жоспарларын бұзып отыр. Әрине, Қытай әлемде әділдік орната алатын мемлекет емес. Әлемде әділдік орнау үшін тек жалғыз ғана нәрсе керек. Ислам дінінің үстемдігі керек. Сондықтан болашақта міндетті түрде ислам қағидаларын ұстанатын, соған негізделген мемлекеттер құрған одақ керек. Ал ондай одақ ол Тұран одағы. Неге Тұран? Өйткені арабтар мен парсылар ислам дініне негізделген мықты одақ құра алмайды. Олар әлсіз. Олар ақшаға алданып қалады. Олар түркілер сияқты рухтары мықты емес, олар соғыса алмайды. Сондықтан тек түркілер ғана сондай мықты одақ құра алады. Ал ондай одақты құру үшін бірінші түркілердің саны өсу керек, екінші ең бастысы олардың сапасы жақсару керек. Сондықтан бізге бәрімізге, қазақтар болсын, басқа түркі халықтар болсын, халықтың санын өсіріп, ең бастысы сапалы ұлтқа айналу керек. Білімге ұмтылып, ғылымды игеріп, технологиясы дамыған жақсы мықты мемлекет құру керек, шынайы тәуелсіздік алу керек. Сол кезде Тұран одағы құрылғанда әлемде әділдік орнайды. Бірақ әзірше қазір осы Қытайдың істеп отырғаны ол бір жақсы бастама, жақсы өзгеріс. Сонымен 2025 жылғы ең маңызды саяси оқиғалардың бірі осы болды. Келесі жолы мен сіздерге тағы да бір маңызды оқиға туралы айтып беремін. Арнаға жазылыңыздар, видеоға лайк басыңыздар. Келесі кездескенше.